Саламатсыздарбы балалар. Математика сабағынан сабақтың тақырыбы геометриялық мазмұндағы есептерді шығару. Бүгінгі сабақта тікбұрыштың шаршының қабырғасының периметрін табуға берілген есептерді талдауды және шығаруды үйренесіз. Бірінші мысалда екі гүлзардың периметрлерін табуымыз керек. Бірінші гүлзардың 12-сі. Бірінші гүлзардың периметрін табамыз. 5 метрге қосамыз 4 метрді жақшаның сыртына көбейтеміз 2-ге тең болады. Бірінші гүлзардың периметрі 18 метр. Қанша өнесін демалды? Ал екінші гүлзардікі 3 метрге қосамыз 7 метрді жақшаның сыртына көбейтеміз 2-ге тең болады 20 метр. Екінші гүлзардың периметрі. Бірінші мысалда тікбұрышпен шаршының периметрін табуымыз керек. Подел 3 сантиметрді көбейтеміз 4-ге тең болады 12 сантиметр. Бұл шаршының периметрі. Ал тікбұрыштікі табу үшін әрине 20 сантиметрді периметрді бөлеміз 2-ге, азайтамыз 7 сантиметрді тең болады 3 сантиметр. Бұл тікбұрыштың ұзындығының енінің 3 сантиметр болады. Үшінші мысал. Үшінші мысалда өрнектер қарастырып оларды мәнін тапсыру. Ал бұл 7-ні көбейтеміз 3-ге тең болады 21, 4-ті көбейтеміз 3-ге тең болады 12, 9-ді көбейтеміз 3-ге тең болады 27, 5-ті көбейтеміз 3-ге тең болады 15, 8-ді көбейтеміз 3-ге тең болады 24, 6-ны көбейтеміз 3-ге тең болады 18. Ал келесігі бөлу. 15-ті бөлеміз 3-ге тең болады 5, 18-ді бөлеміз 3-ге тең болады 6, 21-ді бөлеміз 3-ге тең болады 7, 24-ті бөлеміз 3-ге тең болады 8, 27-ні бөлеміз 3-ге тең болады 9, 12-ні бөлеміз 3-ге тең болады 4. Төртінші мысал. Сұлба бойынша есеп құрастыр. Сұлба бойынша есеп құрастырдық. Оқушылар 14, мұғалімдер белгісіз 2 есе артық, ата-аналар белгісіз 4 есе кем. Шешуі 14-ті көбейтеміз 2-ге тең болады 28, 28-ді бөлеміз 4-ге тең болады 28 бөлеміз 4-ге тең болады 7. Жауабы мұғалімдер 28, ата-аналар 7. Бесінші мысал. Тиісті орынға жақшаларды қой. Мына жерде 5, 8 мен 7-ні қосындысына қоямыз, 9 мен 6-ның айырмасына қоямыз, 30 мен 10-ның айырмасына қоямыз, 20 мен 2-ның қосындысына қоямыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.